Сәлем балалар! 2-ші сынып қазақ тілі сабағы. Дауыссыз П мен Б тақырыбы. 23-ші сабақ. Бүгінгі сабақтан сен П, Б әріптерінің емлесін сақтап жаза аласың. Және өз бетіңше нұсқаулық құрастыра алатын боласың. 18-ші жаттығу. Мәтінді мәнерлеп оқы. Менің нағашы әпкем кітапханада жұмыс істейді. Мен кітапханадан кітап алуға бардым. Нағашы әпкем, саған қандай кітаптар ұнайды деп сұрады. Маған шытырман оқиғалы кітаптар ұнайды. Мен кітапханадан бірнеше кітап алдым. Алған кітабыңды жыртпай, уақытында өткіз деді әпкем. Мен кітабымды уақытында өткізуге уәде бердім. Балдырған журналынан. Балалар, мәтін түсінікті болса, мәтінге байланысты тапсырмаларды орындайық. Мәтін не туралы? Мәтін кітапхана туралы. Кітапты күтіп ұстау туралы нұсқаулық құрастыр. Кітапты қаптау. Кітапты ас ішіп отырып оқымау. Кітапқа сызбау. Кітап беттерін бүктемеу. 19-ші жаттығу. 2 бағандағы сөздерді жұптастырып жаз. Шап, шабу, жап, жабу, теп, тебу, сеп, себу, тап, табу. Шығармашылық жұмыс. 20-ші жаттығу. Суретке қара. Балалардың қолындағы плакаттарға назар аудар. Құттықтау сөз шығу үшін балалардың орнын қалай ауыстырған дұрыс деп ойлайсың? Плакаттардағы сөздерді пайдаланып, мына сызбаны толтыр. Дәптерге жаз. Кімді? Жақыпты. Немен? Туған күнімен. Қалай? Шын жүректен құттықтаймыз. Демек, балалардың қолындағы плакаттардан Жақыпты туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз деген сөйлем шығады. 21-ші жаттығу. Сөйлемдерді мағыналық байланысына қарай сәйкестендіріп жаз. Тәнді себу керек. Шөпті шабу керек. Есікті жабу керек. Допты тебу керек. Өте жақсы балалар. Бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болса, видеоға лайк басыңдар. Және каналға тіркеліп алыңдар.